Кеш жарық құрметті достар. Тылсым дүние арнасы сіздердің қолдауларыңыздың арқасында әрмен қарай даму үстінде. Ендеше лайктарымызды аямайық, әлі алда талай қызықтар болады. Біз Достық ауылындағы ескі иесі қалған ғимаратты түсірмек болдық. Айта кететін болсақ, Достық ауылы ертеректе, яғни СССР кезінде әскери қалашық болып қаланған. Кейін халықтың келуіне байланысты бұл үлкен ауылға айналды. Ауылда жалғыз аурухана болды. Ол аурухана осы ауылдағы тұрғындарды емдеді. Бұл ауруханада көптеген адамдар өмірден де өтті. Бірақ кейін жаңа аурухана бергеннен кейін бұл аурухана иесіз қалды. Түнде біз Еркеолан сол аурухананың ішін түнде түсірдік. Не болғанын бірге тамашалайық. Қатты сөкпеңіздер. Бұл біздің тырнақ алысты жұмысымыз. Лайк бас қолдасаңыздар, бізді алда иесіз қалған ғимараттарды сіздер үшін тағы да түсіреміз. Және де жіберген кемшіліктерді қайталмауға тырысамыз. Айта кететін жайт, егер де видеоны қарап отырып біз байқамаған жайттар болса, уақытымен қойып комментарий астына жазыңыздар. Біз міндетті түрде оқимыз және сол видеоны, сол жерді барлығымыз бірге талқылаймыз. Ендеше Тылсым дүние арнасын түсірген видеосын тамашалаңыздар. Ай жап-жарық көріп тұрғандай достар, бүгінгі түсірілімге өте керемет қолайлы уақыт. Ана кіретін болып тұр ғой да. Бұл аурухана. Бет камера қалай. Көршілер ескі ғимарат. Даже еденді басқанда сықырлаған төбенің дауысын естуге болады. Мына мен досым Еркеолан. Екеуміз аралап жүрміз. Ескі ғимаратта
Құрметті достар. Әрине, бұны қайталамаңыздар. Ескі ғимаратта кірген жеріміз таба алмай жатырмыз. Біз енді тастан өткен жоқпыз. Еркала, біз енді тастан өткен жоқпыз. Мында біреу жатқан. Есік ешіктен кейінгі. Осы өлмейді. Мұнда тегізді. Осымен аяқталды. Лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Тағы да алда қызықтар бар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Түн қараңғы. Біз Еркебұлан екеуміз әлде де тылсым дүние арнасы жұмыстанамыз. Тағы да иесіз қалған ғимараттарға барамыз сіздер үшін. Сондықтан да қызықтарды көреміз енді. Жаңа айтып кеткендей, бұл ғимарат күзетілетін болғандықтан қысқа да, нұсқада түсірдік. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Аптаның үздік комментаторлары Шамов Бағдат, Сынар Темірбаева және де Сапархан Жумакуловқа үлкен сәлем жолдаймыз. Достар, арнамызға жазу үшін подписация сөзін басамыз, және де жаңа жүктелген видеоларды уақытылы көру үшін қоңыраушаны басамыз, сіздерге хабарлама келеді. Сонымен қатар, арнамыздағы видеолардың барлығын тамашалауға болады. Осыған дейін жүктелген видеоларды көріп өз бағаларыңызды беріңіздер. Баршаңызға көп рахмет, қолдап лайк басып арнамызға жазылғандарыңызға. Күндерің сәтті өтсін, құрметті достар.